СДУ құрамасы. Насылсыңlar, біз Сүлеймен Демирел университетінен келдік. Бағдаулет, айналайын, жайдарман ойнап атқаннан кейін бір мемлекеттік тілде сөйлесеңдер. Здравствуйте, наши дорогие друзья, мы приехали из Сүлеймен. Бағдаулет, қалай түсінірсем, депутаттар сөйлей алмай жүрген тілде сөйлеш. Бақ тілді, бірден айтпайсың ба, қайырлы кеш Қызылорда. Жігіттер, Қызылордаға келдік кәмші, керемет қала бір. Еркін өйекші, еркін бір. Маскамыз шешіп тастап бір. Рахаттан ойын шешіп та. Маскамыз шешіп та, ойнақшыка. Маскамыз шешіп та. Бақнұр үйтіп маскамыз шешпесей, сахнада тұрсың ғой, халықтың көзі жейді. Құрметті достар, мына маска дегеннен шығады, маскасы шешіліп қалғандар туралы әңгіме айтайық. Мына Қуат Найман ағамыз жақында өзінің Instagram парақшасына көшедегі дезинфекторларды ұрып соғыңдар, ұшып жатқан вертолеттарды атыңдар деп үндеу жариялаған болатын. Бір қызығы, бір күн өткеннен кейін полиция бөлімшесіне жеткізіліп, сол жерде кешірім видеосын түсірді. Жігіттер, сондай не керегі бар деймін да? Еркек бұл видео салғаннан кейін соңында кешірім сұрап тұрдың, не керегі бар деймін да? Бақнұр, сен қойсай, осы ойыңды Қуат Найман ағамыз естіп, алдыңа келіп тұрса не істейсің? Білмеймін, бір кешірім видеосын түсіре салады шығар. Достар, тағы да бір қызықты ақпаратпен бөлісе кетейік. Мына Европа мемлекеттерінде көшеде қансырап өлейін деп жатқан бір жануарлар болатын болса, адамдар оларды алып, ветеринарлық клиникаға апарып, сол жерде емдеп жазып жібереді екен. Бізде дейтін Қазақстанда сау иттің өзін қансыратып жібереді ғой. Ол былай тұрсын шек, Қазақстанда жануар түгіл адам өзі зорға емделеді білесің. Жігіттер, Инстаграмға кіріп отырмын да кешеше, проездге тиінбейші, проездге тиын берші емес, праймариз дейді оны. Нұр Отанның сондай ішкі сайлауы. Сондай ма? Соған жігіттермен қатысайын деп жатырмын да, сол команда болып маған бір дауыс беріп жүрсеңдерші. Бере алмаймын. Мен де қатысып жатырмын. Сен қатысын. Бека сен беретін шығарсың хотя бы. Айбек Ережеп, мен де қатысып жатырмын. Сен де қатысып жатыр. Біз де қатысып жатырмыз. Сен де қатысып. Әлгі сіз де қатысып. Не болды мынау жігіттер бүкіл Қазақстан болып сайлауға қатысып жатыр. Дауыс беретін адам қалды ма өзі? Ойынымызды Қазақстан премьер-лигасының Олимп премьер-лигасы болып өзгерген естіген жігіттің сөзімен бастаймыз. Ставкада да береке бар екен ағайын. Тамашалаймыз достар, дым сылтау айта алмайтын бала қоғамдық көлікте. Балам, орын бересің ба? Апа, екі қабат едім. Тамашалаймыз достар, бандит ағамыз алғашқы неке түнінде. Қатыне, жат. Африкада орын алмайтын жағдай. Бір қолым жарылып кетші, бір детский крем алу керек еді. Өзінің жұмысын дұрыс түсіне алмай жүрген травматолог ағамыз. Травма аталамыз. Сонымен достар, фантазиямызды іске қосайық, жаман әдеттерге оқытатын мектеп. Жаман әдеттер мектебіне қош келдіңіздер. Сіздің TikTok'та аккаунтың бар ма? Бар. Аты қандай? Бека03. Бека03 деген болмайды. Бүгіннен бастап сен қолтық шаш болсын. TikTok'қа өз видеоны саласың. Сен WhatsAppқа өтірік ақпараттар таратасың. Ойбай, самолетпен дейтін адамдарды улап жатыр. Ойбай, ауыртып жатыр дейтін өтірік ақпараттар таратасың. Зумда ұятсыз видео көрсетсем бола ма? Сен дейтін дайын тұр екенсің ғой кәдімгідей. Абай жолының авторы кім? Абай Құнанбаев. Маған жарбес қой. Молодец. Онда болса сен бүгіннен бастап қазақ зиялыларының түрлерін жыбырлатып TikTok'қа видео салатын болсын. Бергел. Сен әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға планшетпен ноутбук бересің. Мынауың жасты ғой? Жарты ақшасына бересің, қалған ақшасын өзін аласың. Сен сонда не істейсің? Мен қалаулымен ойбай шоға сценарий жазамын. Сіздер үшін өнер көрсеткен, артына 1200 шақырымды 3 адам үшін тастап келген алматылық СДУ құрамасы. Рахмет. Алматы ең алғашқы махаббатым.